Дурай Пеппамын. Бұл менің кішкентайым Джордж. Бұл шушка мама. Ал бұл шушка папа. Дурай Пеппа. Дүниедегі ең үлкен батпақ. Пеппа мен Джорджтың ұйықтайтын уақыты келді. Жаңбыр ұзақ жауды ғой. Есесіне ертең секіретін батпақтар болады. О, күшті. Жаңбыр ешқашан тым көп болмайды. Таң атты. Алақай, батпақтар! Оу, сәлеметсіз бе, Ирек ханым? Сіз мұнда не істеп жүрсіз? Жаңбыр су тасқынын тудырды. Біздің елсіз аралға айналды. Ал батпақтар, мен келе жатырмын. Уи! Оу! Мына судың бәрін кім құйды? Тамақты қайтып сатып аламыз. Мен білем, папа дүкенге жүзуі керек. Шошқа ата өзінің кемесімен жүзіп келді. Амансыңдар ма? Қайық үшін тамаша ауа райы болып тұр. Я. Біз дүкендерге бара жатырмыз. Сендерге бірдеңке керек пе? Я, жақсы болар еді. Бізге аздап қызанақ және спагетти алып келіңізші. Қызанақ және спагетти. Тоты құс Полли айтылған заттардың бәрін қайталайды. Полли біздің алатын заттар тізімі бола алады. Кім ақылды тоты құс? Кім ақылды тоты құс? Біз де барайықшы. Жайвасыңдар. Қараңдар, анау қошақан Сюзи дүние. Біз дүкендерге бара жатырмыз. Саған ештеңе керек емес пе? Мама, бізге дүкендерден ештеңе керек емес пе? Я, бізге кешкі асқа тамақ керек. Шоколад алып келіңізші. Шоколад? Сәлем, Дәни. Сәлем, Пеппа. Мен атама көмектесіп жатырмын. Біз адамдарды құтқарып жатырмыз. Ол үшін ауа райы тамаша. Сіздерге дүкендерден ештеңе керек емес пе? Мүмкін газет алуға болады. Және комикс. Газет? Комикс? Ата, ана судың бетіндегі таяқ не зат? Сүңгір қайық, қорғанысқа дайындалыңдар. Армысыңдар, достарым! Бұл қоян ата және оның сүңгуір қайығы. Жүзу үшін керемет күн болып тұр. Айналамызда теңіз, аспан, менің айтып бере алатын әңгімелерім. Дүкеннен бірдеме керек пе? Ірімшік. Ірімшік? Шошқа атаның қайығы супермаркетке келіп жетті. Сәлем, бүгін өтетін үш. Сендер менің бірінші сатып алушыларымсыңдар. Су тасқыны үшін шығар. Келеңсіз жағдай болды ғой. Сәл ғана жаңбыр жауып еді, бәрі де үйден шықпай қойды. Сізге не алып берейін? Полидің тізімі бар. Кім ақылды тоты құс? Кім ақылды тоты құс? Қап әттеген-ай, Полли тізім туралы ұмыт кетіпті. Бақытымызға орай, кімнің қандай тапсырыс бергені менің есімде бар. Ірімшік. Рахмет, Пеппа, жарайсың. Газет пен комикс. Рахмет, Пеппа. Пеппаның дүкенге барғаны жақсы болды. Әйтпесе бізде кешкі ас болмас еді. Міне шоколадтарыңыз. Енді бізде кешкі ас бар ма, Матай? Пеппа мен Джордж үйлеріне оралды. Ұйықтайтын уақыттары келді. Таң атты. Судың бәрі кетіп қалды, бірақ орнына үлкен батпақ қалдырды. Батпақтар! Бұл дүние жүзіндегі ең үлкен батпақ!